коммунистік елдердің ауруы ешкім жұмыс істемей тыныш отыр. Алдың күн тағы бір әңгімеде болдық. Жай қарапайым тез тамақханаға кірдік, сусын іштік. Енді сол шет бөгіл осы Аркансас па қайсы штат шет. Сондағы ең қарапайым шет аудандағы кәдімгі тез тамақханада әдемі үлбіреп тұрған, толықша келген қыз тұр, күлімсіреп тұр. Күлгеннің өзі Мона Лизаның күлгеніндей. Әлге барып айтқым келді. Сенің күлгенің, күлімсірегенің Мона Лизаның күлімсірегені ұқсайды екен деп. Артынан айтпадым, енді бекер бір басқаша түсінік болмасын. Сол сыртқа шыққасын жолдастарыма айттым. Байқадыңдар ма дедім. Американың ең шеттегі, ең қиырдағы ауылының өзіндегі адамдардың жүзі жарқырап тұрады дедім. Күліп тұрады, бір-біріне күлімсіреп тұрады, танымаған адамдар амандасады. Ал бірақ коммунистік елдерде адамдардың өңінде бір ыза, кек, ашу, түңілу, торығу, бір тарығу, бір өмірге деген бір наразылық шығып тұрады. Олар айтады, иә дейді. Біз оны сол Совет одағы құламай тұрған кезде біз осыны байқағанбыз дейді. Міне, айналайын қазақтар, Стокгольм синдромынан арылыңыздар. Өздеріңізді ғасырлар бойы қырған, көктетпей, көгертпей, өсіртпей, әбден қорлықта таптаған орыстарды жақсы көруді доғарыңдар. Орыс біздің ата жауымыз. Біз қалай әрбір қазақ орыс отаршылдарына қарсы күрескенде, деколонизация барысынан өткенде, Латвия, Литва, Эстония, Грузия, Украина сияқты орыстарды, олардың қылмысын, жас қазаққа жасаған зорлығын әрбір қазақ сезініп, ештеңе айтпағанда көзімізден оларға жек көретінімізді және олардың бізге жасаған қиянатын ешқашан қабылдамайтынымызды көрсете білгенде, біз нағыз азат халық боламыз. Баяғыда ұлттық арнада істейтін бір жолдас жігітіміз күліп еді. Осы ауылдарға Қытайдың қазақтар көшіп келсе, сол ауылдан орыстар көшіп кете бастайды екен, неге дейді. Қатты әзілдесетінбіз. Мен айттым, неге? Қолында өнер бар. Бұрын сіздер ойбай соның басқасының қолынан электрик келмейді, одан басқадан сушы бола алмайды, одан басқадан дәрігер бола алмайды дедіңіздер. Біздегілер келді, бәрін тартып алды. Жиһазды да жасайды, дәрі, массаж, ине, бәрін шашайды. Шашыңды жасайды, электрикте болады, сушыда болады. Анау құсап аузынан арақ сасып кекіріп отырмай, түнгі сағат 5-те кел десең 5-те барып тұрады. Жұмыс істейді, бала шағасын асырайды. Екіншіден, сіздің көзіңізден оларға деген шексіз итағат пен құрмет шығып тұрады, ал біздің көзімізден оларға деген кек шығып тұрады дедім. Жек көреміз оларды дедім. Менсінбейміз. Және оны ешқашан великий деп мойындамаймыз. Великий 77 әкеңнің басы Артурш, қайдағы саған великий деп ар жағымыздан зығырданымыз қайнап тұрады. Оның ана сасы қарағын, қолаңсасын, шуашын бәрін жек көріп тұрамыз дедім. Ол біздің көзімізден өздеріне деген жаңағы жек көруді, өздеріне ана құл құсап итағатшылықпен қараудың жоқ екенін, ал керісінше оның орнында жек көру тұрғандығын, тіпті менсінбеу тұрғандығын көрген кезде олар безіп жоғалады дедім. Ендеше, мынау қаптап келген орыстардан арылудың жалғыз жолы орысқа қарсы күресу. Әрбір қазақ ұлтшыл болсын. Үндеме, ойбай, пәле, тыныштық деп отырдың. Пәле болады, тыныштық, ел аман, жұрт тыныш болсын деп отырса, орыс сені қалпақпен ұрып алады. Бүгінгі Украинаның тасталқан болған қалалары ертең Алматы, Шымкент, Қызылорда, Астана тасталқан болады. Ана орыстар бар қаладарға тиіспейді. Қазақтар миллионнан асатын бүкіл облыс орталықтарында Путин ракетасымен атып күл талқан қылып шығарады. Себебі оған қазақтың өскені, өңгені, көктегені, көгергені керек емес. Оның алдын алатын жалғыз жол қазақ жеріне басып кірген 250 мың орысты. Енді бізге жеткен құпия деректе 1 миллион орыс кеп болды дейді. Келсе келген болар, оған бірақ дәлеліміз жоқ. Бізге бейресми деректі ақпараттар кеп жатыр, 1 миллион орыс кеп болды. Соның бәрін қысым салып отырып, Тоқаевтың өкіметін дедектетіп, теуіп отырып, кеңірдегінен қысып отырып, сол орыстың бәрін шекарадан қуып шығу керек. Бүгінгі қазақ жеріне кірген әрбір орыс, ертеңгі өлетін әрбір мың қазаққа негіз болады.
Құдай сақтасын. Жаман айтпай жақсы жоқ. Бұл сөзді де қазақ айтты. Жаман айтпай жақсы жоқ. Бәле жаладан Құдай сақтасын. Жаман сөз ауыз садағасы деп бытқып отырмаңдар. Сол 31-33-те ойбай өкімет өлтірмейді, аман болады, жаман сөз айтпаңдар деген қазақтың 4,5 миллионы қырылып қалды. Сол өлгелі жатып жаман сөз садағасы деп қырылып қалған шығар сол қазақтар. Құдай сақтасын, ел аман жұрт тыныш болсын деп қырылып қалған шығар сол қазақтар. 21-22-де де коммунистердің қолынан қырылып қалған 2,5 миллион қазақта ойбай жаман болады, тыныш отыр, арандатпа, бүлдірме деп отырып, біріне бір тыныш отырайық деп сөйтіп аштан қырылып қалды. Сондықтан қазақ жаман айтпай жақсы жоқ. Тең болсаң жем боласың. Сондықтан өзіңнің құқыңды өзің қорға. Құдай берген өз құқыңды өзің қорғамасаң, өз рыздығыңды өзің қорғамасаң, Құдай сені атады. Құдай саған беріп тұр осыншама рыздықты, осыншама жерді, елді, байлықты беріп тұр. Енді сен соны неге қорғамайсың? Бала меншік жеке, әйел жеке сенікі. Не сонда біреу қатын ала алмай жүрсе, жаның ашып кетіп, қатыныңды ортақтасасың ба? Тура сол сияқты нәрсе. Елде, мемлекет, отанда ешкіммен ортақ емес. Ол қазақтікі. Соны біліңдер. Аман сау болайық. Аман сау болайық. Қазақ, ойлан және оян. Оян және ойлан. Құдай бізді мына дүниеге еркін азат қауым қылып жіберді. Біз қазақ болып Еуразияның көгінде мемлекеттерді құрып, өркениеттерді жаратып және таратып өмір сүріп жүргенде жер бетінде орыс дейтін қауым жоқ болады. Сондықтан қалың елім қазағым, сіздер бір нәрсені түсінбейсіздер. Орыс ешкім емес. Орыс ешкім емес. Орысқа құл болу, кету. Орысқа арқа сүйеген, орыстың әскери көмегіне қарап отырған солтүстік Корея қалай, демократиялық Америкамен одақтасқан оңтүстік Корея қалай. Солтүстік Корея аштықта, жоқшылықта, ауруда, диктаторлықта, коммунистік режимде бүкіл дүние жүзінен оқшауланған, дәрі жоқ, ақша жоқ, адамдар ауру сырқау, тіпті аштықтан, қоректік жетіспеушіліктен миллиондап өліп жатыр. Ал оңтүстік Корея іріп, шіріп, байып, бір Самсуңы, бір Ресейдің бюджетінен артық болып, Hyundai, LG, жаңағы Samsung, Daewoo деп бүкіл дүниесіне техника, технологиясы дамыған мықты өркендеген ел болып тұр. Екеу. Бұрынғы коммунистік режимдегі Қытай қалай, Америкамен одақтасқан Тайвань қалай. Англиямен одақ болған Гонконг қалай еді, Қытай жаулап алған Гонконг қалай болды. Қараңыздар. Екі Германия 93 жыл бірігуден бұрынғы Советтің әскері тұрған коммунистік идеологиядағы Германия қалай болды, ал батыстың әскері тұрған Германия қалай болды. Екі немістің farқы ұқсамайды. Бір ұлтты екі түрлі жүйе ұқсамаған екі қауымға айналдырды. Біреу ең сапалы ұлт болып қалыптасып қалды, біреу ең сапасыз ұлттардың деңгейіне түсіп барып, қайтадан бұрынғы тамырымен қауышты. Израильде Совет одағы елдерінен келген еврейлерді төменшіктеп қарайды. Неге? Оларда орыстардан жұққан өте көп жаман аурулар бар. Олар сол ауруларынан біртіндеп арылуға тырысады. Оны өздерінің әлеуметтік желідегі белсенділері жазады. Орыс қоғамынан жұққан жаман аурулардан арылу қиын екен деп. Совет одағы елінен Германияға көшіп барған неміс сол қазақтан көшіп барды ғой деймін. Үлкен бір дүмпу қозғаған оқиға болды. Ол ұн шығаратын зауытта жұмыс істейді. Қожайыны камерадан бақылап отырады, сөйтсе, ол күнде бір қап ұнды сумкасына, ұн дегенде анау кішкентай ұн. Қораппен біледі, 2 келе, 3 келелік ұндар. Сондай ұн болса керек. Жаңа сумкасына салып, киім, ауыстыратын киіммен бірге алып кетіп жүреді. Соны қожайын аң-таң қалады. Ойбай, мынау ұн ұрдайды екен. Мынау масқара, мынау енді жоқшылық қой, иммигрант қой, мынау енді. Әбден. Содан оның ақшасын өсіреді. Айлығын өсіреді. Қарайды, камерадан қараса, бұл ұрлығын тоқтатпайды.
Одан бұны не істейік деп бұның мәнсабын өсіреді. Мәнсап өскенде автоматтайлы. Енді елдерге айлығын өсіріңіз болмайды. Содан оны жақсы жоғарылау қызметі қояды. Сөйтсет ұрдығын қоя ма дейді. Жоқ. Содан оны кәдімгідей одан да жоғары айлық, одан да жоғары мәнсапқа қояды. Қара жұмысшыдан. Жоқ, тағы ұрдығын тоқтатпайды. Бұл неғып жетіспейді деп үйін жаңағы мөлшермен қарайды, табысын есептейді. Сөйсе, жақсы нормалды. Ешқандай мұқтаждығы жоқ. Тіпті оның жағдайы жергілікті немістерден жақсы. Сөйтсе Совет одағы кезінде ұрдап үйренген. Міне қандай сана. Сондықтан қазақ жаман айтпай жақсы жоқ. Тең болсаң жем боласың. Сондықтан өзіңнің құқыңды өзің қорға. Құдай берген өз құқыңды өзің қорғамасаң, өз рыздығыңды өзің қорғамасаң, Құдай сені атады. Құдай саған беріп тұр осыншама рыздықты, осыншама жерді, елді, байлықты беріп тұр. Енді сен соны неге қорғамайсың? Бала меншік жеке, әйел жеке сенікі. Не сонда біреу қатын ала алмай жүрсе, жаның ашып кетіп, қатыныңды ортақтасасың ба? Тура сол сияқты нәрсе. Елде, мемлекет, отанда ешкіммен ортақ емес. Ол қазақтікі. Соны біліңдер. Аман, сау болайық.